Ватикан әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Бірақ дәл осы шағын аумақтың астында ғасырлар бойы бүкіл адамзат тарихын өзгертер құпиялар жасырылып келді десе, сенер ме едіңіз? Айталық, Колизейден табылған бір құжатта Иса пайғамбардың шын мәнінде басқа тілде сөйлегені, тіпті басқа атпен аталғаны туралы дерек бар дейді. Бірақ бұл құжат көп ұзамай жоғалып кетеді. Қайда кетті деп ойлайсыз? Иә, Ватикан мұрағатына. Бұл мұрағат қарапайым адам түгіл, кейбір дін басылардың өзі аяқ баса алмайтын темір есіктің ар жағында орналасқан. Мұнда астрология, сиқыр, бөтен өркениеттер жайлы жазбалар бар деген аңыз көп. Тіпті кей сарапшылар Ватиканның айды өз бетімен зерттегенін, НАСАдан бұрын айда тіршілік іздегенін де айтады. Ал бір қызығы, Нострадамус секілді көріпкелдердің жазбалары да осы жерде сақталған деседі. Бұл жазбаларда болашақ соғыстар, әлемдік пандемиялар туралы нақ айтылған екен. Неге мұндай болжамдар бізге жария етілмейді? Бұған қоса, ежелгі шумерлердің тастарға қашалған мәтіндері, Нұх пайғамбардың кемесі туралы нақты координаталар, Иса пайғамбардың балалық шағы туралы еш жерде айтылмаған деректер де осы жерде сақтаулы болуы мүмкін. Айтпақшы, бір кездері Ватикан мұрағатына кірген неміс зерттеушісі бірнеше күннен кейін есінен айырылып шыққан. Ол бұл жерде адамдар жасырып жүрген емес, адамзат ұмытуға тырысып жүрген ақиқаттар жатыр деген екен. Ал ең таңғаларлығы, кейбір ақпарат көздері Ватиканда бөгде ғаламшарлықтармен байланыс болған деген құжаттар да бар деп тұспалдайды. Қай ғасырда? Қай елде? Ол жағы беймәлім. Бірақ құпия хаттамаларда папа мен аспаннан келгендер арасындағы диалог жазылған дейді. Бұл не? Қиял ма, әлде жасырылған шындық па? Кейбір тарихшылар тіпті былай дейді. Ватиканның мұрағаты бұл адамзаттың екінші тарихы. Біз білетін тарих емес, бізден жасырып келген шын тарих. Ал енді сұрақ, неге бұлардың бәрі құпия? Егер шындық болса, неліктен халықтан жасыру қажет болды? Әлде шындық соншалықты қауіпті ме? Осы видеоны көргеннен кейін, сіз Ватиканға бұрынғыдай қарай алмайсыз.